Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Бұл біздің екінші сабағымыз логикалық операциялар. Алдыңғы сабақ біз айтып кеттік, бізде үш басты логикалық операцияларымыз бар. Олар бізде біріншісі ол терістеу, екіншісі бізде біз айттық конъюнкция. Конъюнкция болды. Үшіншісі бізде дизъюнкция. Сіздер есеп шығарғанда дәл осы бағытпен жасау керексіздер. Бірінші терістеу, конъюнкция, сосын дизъюнкция. Тағы бізде XOR дейтін айрықша немесе дейтін операциялар, бірақ оны біз жиі қолдана бермейміз. Негізі ең басты осылар. Енді алдыңғы сабақ біз тағы да осылардың несін айтып кеткен болатынбыз, осылардың белгілерін. Терістеуде бізде терістеу немесе алтынша бізде not. Мысалы бізде А емес дейді, А емес осылай, немесе А емес бізде осылай, немесе былай алдында жай not деген жазылу болуы мүмкін. Тағы да леп белгісі болуы мүмкін. Екіншісі бізде конъюнкция. Конъюнкция and және. Бұл бізде смайлик, бірақ смайлик біз айттық, смайлик астыға қарайды. Бізде смайлик астыға қарайды. Сонда бізде осындай. Сосын тағы да сіздер мысалы M&M's дейтін компьютерді көрсеңіздер, сол жақта мындай 8-ге ұқсайтын бір не бар. Сол да бізде конъюнкцияның бір таңбасы ретінде қарастыра аламыз. Екінді бізде төртіншісі дизъюнкция. Немесе бізде алтынша бізде OR. Олар бізде наоборот смайлик күліп тұрады, осылай, немесе осылай, немесе плюс, негізі болды. Енді қараңыздар, мысалы бізде екі бір сан берілуі мүмкін, бірақ біз олар білмейміз. Мысалы бізде А мен Б. А мен Б екі сан. Біз оларға тек қана 1 және 0 дейтін нелерді қоя аламыз ғой. Тек қана 1 мен 0 дейтін мағыналарды оларға қоя аламыз. Мысалы, ол қалай болады? Қараңыздар. Мысалы, мұнаған біз 0 қоямыз, мұнаған 0 қоямыз. Сосын, мысалы, А тен 1-ге болсын, Б тен 0-ге болсын. Керісінше, Б тен 1-ге, қазір, А тен 0-ге, Б тен 1-ге болсын. Және төртінші бізге 1 тен 1-ге болсын. Қараңыздар, сізде екі әріп берілсе, сіз осыдан не құрастырасыз? Осындай таблица құрастырасыз. Бұл таблица бізде енді қазір басында емес, бірақ осы таблицаны ары қарай толықтырсақ, мына жақта біздің берілген шартымыз болады. Мысалы, шарт дейік мұнда. Шарт дейік. И мына жақта шартын мәндері. Осы кесе бізде ақиқат кесесі деп аталады. Ақиқат кестесі. Осыны жаттап алыңыздар. Өйткені негізі есеп, негізі жалпы бүкіл тақырып өте оңай. Осыны жаттап алсаңыз, мысалы сізде ент бұйырса ент тапсырғанда сізде осындай ақиқат кесесін беріп қойды, айтады ақиқат кесесін тап дейді. Ол жақта мысалы кез келген
шартқа осы мағыналарды қойып шығасыздар және шыққан жауапты жазасыздар. Енді мысалы бізге ABC берілсін. ABC берілсін. Қайттан алайық. Мысалы 0-тен басында бізде 0 мен 0 болсын. Бүкілі мысалы 0, 0, 0. Енді қараңыздар. Енді бізде бірлер бар ғой, бірлерді қойып шығамыз. 0, 0, 1. Сосын бізде қараңыздар. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Енді бізде екінші тағы да 1 кетеді. 1, 0, 1 кетеді. Сосын бізде 1, 1, 0 кетеді. Сосын бізде 1, 1, 1 кетеді. Так, бізде бір кішігірім қате шыққан секілді. Бізде бір нені ұмытып кеттік. Қараңыздар. Осы жақта біз тағы да бір нені ұмытып кеттік. Қазір жазып жіберемін оны. Осындай да ситуация бар бізде. 0, 1, 1. Жақсы ма? Енді дұрыс. Енді былай 1, 0, 0. Сосын бізде 1, 0, 1 болсын. Сосын бізде 1, 1, 0 болсын. Сосын бізде 1, 1, 1 болсын. Осылай бір кесте шығады. Сосын біз айтайық, бізде белгілі шарт бар. Осы шартқа мысалы басына біз ABC-дағы 0-0-ді қойып шығасыз, сізде бір жауап шығады. 0-0-1 қойсыздар, бір жауап шығады. 0-1-0 қойсаңыздар, бір жауап шығады. Осы жауаптарды осы жаққа жазу керек боламыз. Енді қандай мында жалпы неше бізде жауап шықты? 3, бұлай 3, 6, 8. 8 3-ке көбейтсек бізде 32 болады. Сонда 3 неде? 3 белгісіз сан берілсе, сіздер ақиқат кестесінде 32 не жазасыздар? Таңба сан немесе 0, немесе 1. Енді есеп шығарайық. Мысалы белгілі бір не берейін? Шарт берейін. Шарт немесе функция деп алсаңыздар болады. Мысалы f, a, b және c бар бізде. Бізге айтады. F тең дейді a, осындай бір белгі, осындай бір белгі. Так, мына симай деген. Қараңыздар мына. A, B, сосын екеуінің арасы екі жақша бізде. Бұлай, бұлай және бұлай. Енді қараңыздар, құрметті оқушылар. Біз осындай бір шарт бар. Мына біз бұлай жазамыз. F тең дей аламыз мысалы. Енді алдымен есепті шығармай тұрып, есепті өзімізге ыңғайлы түрге ауыстырып алайық. Біріншісі осы. Бізде қандай неге ұқсайды? Осы жерде сіздер пауза қойып, өздерін шығарып, сосын менімен бірге өз жауаптарыңызды тексере аласыздар. Енді мына қараңыздар. Мынау белгі бізде астқа қарап тұр. Оны біз немен есімізге не түсу керек? Осы жерге есімізге бізге смайлик түсу керек. Бірақ смайлик бізде көңілсіз, астқа қарайды. Ол бізде значит конъюнкция. А көбейтілген осындай белгі, Б осындай. Осындай белгі бізде емес екен білдіреді. Еместі маған ыңғайлы осылай жазуға. Б үстіне былай сызық жасап. Енді жақшая бізде. Арқарай қараңыздар. Мына жақта смайлик үстіге қарап тұр. Үшбұрыш үстіге қарап тұр. Ол бізде плюс. Келесі жақша қайттан бізде А емес.
астыға қарап тұр, ол бізде көбейту b, сосын бізде көбейту c болады. Көбейту b, көбейту c. Осындай бір шарт бар. Енді осындай түрде жасақ, енді оңайырақ, иә? Осындай түрге келтіріп аласыздар. Енді сіз осы бізде ақиқат кестесінде шыққан бірнеше варианттарды осы жаққа қоя аласыздар. Осы жаққа қою керексіздер. Мысалы, бастайық, мысалы бірінші вариант қойсақ 0, 0, 0, 0. Мысалы қарыздар. Ол есеп қалай жазылады? Есеп қалай шығарылады? Мұнда қарыздар. 0 көбейтілген b бізде 0, бірақ бізде 0 емес. 0 емес болса, ол бізде 1-ге тең болады. Қосылған. Қарыздар, a тең 0-ге, бірақ a емес дейді. Қайттан 1. Көбейтілген 0, көбейтілген 0, иә? Жақша жабылады. Енді осы жерде қарыздар. Бізде 0 көбейту 1 0 болады. Қосылған 1 көбейту 0, көбейту 0, 0 болады. Енді қараңыздар, біз айттық. Қосу дейтін бізде ол OR, иә? Немесе дейтін дизъюнкция. Екі шарттың біреу ғана орындалса, бізде шарт дұрыс болады. Екі шарттың біреу ақиқат болса, бізде уже итакта ақиқат шығып тұрады. Сонда бізде осы жақта екеуі де жалған болып тұр. Жауабы бізде жалған болады. Сонда бірінші бізде мұнда 0 болады. Дегендей, осы жаққа сіз сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жауаптарын жазып шығу керексіздер. Осы жақта пауза қосып, өздерін шығарып көрсеңіздер болады. Жақсы оқушылар, келесі сабақ осыны тексеретін боламыз. Осыны өздеріңізге үй жұмысына алып, келесі сабақ міндетті түрде шығарып келіңіздер. Бүкілі түсінікті деген ойдамын. Түсінбесеңіздер, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер.